Енді мына жерде берілген шоколад бар. Өздеріңізге ұнаған бір шоколадтан таңдап аламыз. Ал енді осы шоколадты ашамыз. Жұртып ашсаңыздар да болады. Көрсетеміз. Ал жартысы шоколад, жартысы пластилин. Ал енді сіздерге сұрақ. Ашпай тұрып не ойладыңыздар? Тәтті, дәмді, шоколад деп ойлап едім, жартысы пластилин шықты. Мен ұстап қойып, ішінде басқа нәрсе бар шығар деп ойладым. Мен негізі шоколад деп ойладым. Бұл ойым шықты ғой. Шоколад деп ойладым негізі. Ал енді ашқаннан кейінгі қандай эмоцияда болдыңыздар? Жақсы күшті емес. Тәтті нәрсе жақсы ғой. Бұл тілекте қандай қорытынды шығарар едіңіз? Ойлаған нәрсе бола бермейді. Жақсы, ешқандай әсері болған жоқ маған. Ал енді бұл жаттығу арқылы өмірде кездесетін қысылдың барлығы бағалы нәрсе емес екендігімізге көзіміз жетті, Жылтырағанның барлығы алтын емес деген мақал осыдан меңзейді. Сондықтан да өмірде қарапайым болып жан жағында адамдармен бірдей қарым-қатынаста болғанымыз өте дұрыс деп ойлаймын.